Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы геоэкономика бағыттарының мақсаты мен міндеттері. Ең бірінші біз геоэкономика дегеніміз не екенін анықтап алуымыз керек. Геоэкономика бұл экономикалық география және геосаясаттың тоғысқанда орналасқан кешенді ғылым саласы. Ол әлемдік экономикалық жүйенің күрделілігін және оның саяси географиялық факторлармен өзара әрекеттесуін зерттейді. Ғаламдық экология кеңістіктегі үдерістер мен құбылыстарды зерттейді. Олардың себеп салдарына байланысты анықтайды. Экономиканың негізгі мақсатына келіп тоқталатын болсақ, жүйелі талдау. Ғаламдық экономикалық кеңістіктегі үдерістердің және жүйелі түрде талдау. Дамуды болжау және саясатқа негіз. Бұл саясатқа негіз болашақ экономикалық саясатты әзірлеуге және негіздеуге қажетті деректерді ұсыну. Зерттеудің міндетіне келетін болсақ, әлемдік экономикалық көрсеткіштер, ғаламдық әлемдік экономикалық көрсеткіштер мен деректер арқылы танып білу. Экономикалық қатынастарды талдау, халықаралық және аймақтық экономикалық қатынастар жүйесін жан-жақты талдау. Зерттеу міндеттеріне келетін болсақ, ұлттық экономикалар мен халықаралық құрылымдардың, мысалы Еуропалық одақ, ASEAN өзара байланысын және өзара әсерін зерттеу. Экономикалық факторлардың мемлекет саясатына, соның ішінде сыртқы және ішкі саясатқа әсерін анықтау. Геоэкономиканың міндеттері: бәсекеге қабілеттілікті арттыру, экономикалық стратегияларды негіздеу және елдердің көрсеткіштерін талдау. Бұл жерде елдердің көрсеткіштері елдердің экономикалық көрсеткіштерін сандық және сапалық тұрғыдан жан-жақты талдауды айтамыз. Геоэкономиканың зерттеу салаларына келетін болсақ, экономикалық даму үдерісі, халықаралық экономикалық қатынастар, геосаяси жағдайдың экономикаға ықпалын айтамыз. Геоэкономиканың негізгі категорияларына келетін болсақ, нарықтың сыйымдылығы мен жағдайы. Бұл нарықтық дегеніміз тұтынушылық, сұраныс, өндіріс, қуаттар және нарықтың даму әлеуеті. Тауарлық құрылым және экономикалық кластерлер. Экономиканың құрылымдық ерекшеліктері: өндірістік кластерлердің қалыптасуы. Экономикалық кеңістік пен құрылым, көлік, энергетика, коммуникация және басқа да инфрақұрылым жүйелерінің рөлі. Қазақстанның геоэкономикалық маңызы трансқұрлықтық экономикалық көпір ретінде орнығу, шығыс пен батысты байланыстыру саналады. Қорытындылай келе, геоэкономиканың маңызы түсіну және саясат құру, тұрақты даму, мемлекеттің тұрақты дамуы мен халықаралық аренадағы орнының нығаюын септігін тигізеді. Стратегиялық бағыт дегеніміз Қазақстанның стратегиялық дамуына маңызды бағыт ретінде қарастырады. Сонымен қатар бүгінгі сабақта экономиканың мақсаты міндеттерін толыққанды талдайтын боламыз.